Мақсат айқын, жол анық. Қоғам алға жылжу үшін қозғау салатын күш керек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстанның экономикалық бағдар атты жаңа жолдауы сол күштің рөлін атқарып, тәуелсіз елдің экономикалық, әлеуметтік және саяси қадамдарын айқындап берді. Тек оны жүзеге асыру керек. Президент алдымен өткен жылдардағы жолдауларда айтылып қана қоймай жүзеге асқан ілкімді істерге тоқталды. Жайлы мектеп жобасы аясында 400-ге жоқ мектеп салынады. Қазір ауылдық жерде 300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Ұлттық қор балаларға жобасы қолға алынды. Соның арқасында жаңа жылдан бастап балалардың есеп шотына қаражат түсе бастайды. Игерілмей жатқан немесе заңсыз берілген 8 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Былтыр Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 104 триллион теңге болды, ал шетелден 28 миллиард доллар инвестиция тартылды. Сыртқы сауда-саттық 136 миллиард долларға жетті. Оның 84 миллиарды экспорт. Рекордтық көрсеткішке қол жеткізген ел енді жаңа даму үлгісіне көшеді. Президент үкіметті экономикалық өсімді 6%-ға арттыруға міндеттеді. Бүкіл әлем бойынша орта пайыз 3% болады. Біз сонда 2 есе асамыз деп отырмыз. Лайым солай болсын. Ол енді үлкен көрсеткіш, оған енді қараптан қарап жай келе салмайды ондай көрсеткіш. Ол үшін бүкіл экономиканы басқа тәсілдермен жүргізуіміз керек. Бүгінгі басты міндет өз экономикамыз өзімізді толық қамтитын жағдайға жету. Ол үшін өңдеу саласын жедел дамыту қажет. Бұл ретте металлды терең өңдеу, мұнай газ және көмір химиясы, ауыр машина жасау сияқты бағыттарға басымдық беріледі. Ауыр машина жасау өнеркәсібін дамыту қолдаудың арқасында Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Ресей мемлекетінен көптеген тапсырыстар түсіп жатыр. Президентіміздің осы жолдауы алдымызға үлкен мақсат қойып отыр. Осы жолдауды орындауға және Қазақстандағы ішкі өнімді толықтай 100% қамтуға бар күшімізді саламыз. Алматы ауыр машина жасау зауыты 82 жылдық тарихы бар ірі кәсіпорын. Алғашында соғысқа қажетті өнім шығарған өндіріс 1946 жылдан бастап бейбіт мақсаттағы миссияға көшкен. Содан бері металлургияға қажетті түрлі құрал жабдық жасайды. Зауытта 350 адам жұмыс істейді. Биыл кәсіпорын экспорт есебінен 1,5 миллиард теңге пайда тапқан. Біздің зауыттың өнімдері Қазақстанда мұнай өңдеуші компанияларға Өзен мұнай-газ, Ембі мұнай-газ, Кен құрылыс сервис, Маңғыстау мұнай-газ, Торғай петролиум, тағы сол сияқты ірі компанияларға өзіміздің станок качалка, насос, редуктор сияқты өнімдерімізді поставка жасаймыз. Шикізат үшін шетке жалтақтама елдің өнеркәсіптік негізін қалыптастыру қажет. Президент өндірістің барлық сатысын мемлекетте дамытуды тапсырды. Мемлекет отандық өнім өндірушілерді қорғауға міндетті. Бұл біздің экономикамыз өзгелер үшін жабық деген сөз емес. Экономикамыз басқа елдерге әрдайым ашық болуға тиіс. Бірақ ұлттық бизнестің мүддесін қорғау керек. Алматы индустриалды аймағы қала экономикасының күре тамыры. 2016-2022 жылдар аралығында мұнда жалпы сомасы 124 миллиард теңге болатын 27 жоба іске асты. Кәсіпорындарда 3314 жұмыс орны құрылды. Осы кезеңде компаниялар 1,1 триллион теңгеге өнім өндіріп, 41,4 миллиард теңге салық төледі. Жалпы мұнда 89 компания жоба ұсынған, соның 5-еуі биыл пайдалануға беріледі. Индустриялық аймақ қатысушыларына мемлекет тарапынан, қала тарапынан көптеген жағдайлар жасалынып отыр. Қатысушыларымыз темір жол бекетіне, су желілеріне, кәріз жүйелеріне, газ, электр желілеріне ешқандай бөгетсіз қосыла алады. Экономиканы одан ары әртараптандыру үшін басым салаларды, оның ішінде өңдеу өнеркәсібі дамыту жүргізілуде. Бұл сала 2023 жылдың бірінші жарты жылдығында 24,9%-ға өсіммен 979 миллиард теңге сомасына өнім өндірді. Қаржының көзі қалада ғана емес, астық егіп әлеуетті еткіміз келгенімен сырттан алатын азық-түлік аз емес. Ал импортты азайту үшін ауыл шаруашылығына жан бітіру керек. Бүгінде елді мекендегі техниканың 80% тозған. Оның үстіне өнім өндіру барда өңдеу жоқ. Қазақстанда қой жүнінен өндіргенмен де оны өңдеп
оны сату мәселесі бүгінгі таңда қолға алынбай отыр. Осы бағытта қазір Ақтөбе облысында Ақтөбе қаласының жанынан үлкен осы қой жүнін өңдеу жаңағы заводы соғылып жатыр. Сол завод іске асылса, бұл қойдың жүнінде іске асатындай жағдай болашақ болады деп ойлаймын. Тұқым өндіретін шаруашылықтар қазір өте азайып кетті. Сондықтан біздер шетелден тұқым сатып алуға мәжбүрміз. Ал енді шетел қандай тұқым сатады бізге? Олар ең тұқымның жақсысын, дұрысын бірінші өздері алады. Бірінші өздері егеді. Бізге сол үшінші, төртінші сорттарын ғана береді. Ал одан біз көбінесе көп пайда көре алмай қаламыз. Биыл 4,7 миллион тонна астық жиналды. Ішкі нарықты түгел қамтып, өзге елдермен сауда жасау үшін үкімет алдына егіс түрін көбейтіп, жаңа сұрып шығару міндеті қойылды. Ал мал шаруашылығындағы көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Былтыр 11 ай ішінде 149 мың тонна өнім сатылса, импорт 39,1 мың тонна. 2019 жылмен салыстырсақ, ет өнімін сату 63%-ға азайған. Мал шаруашылығын өркендететіндей біз жұмыстар жасауымыз керек. Оның ішінде селекциялық малдарды асылдандыру жұмыстары бар. Малдарды азықтандыру жұмыстары бар. Малдармен жаңағы биотехнологиялық әдіспен малдардың жаңағы сапасын арттыру, санын арттыру бағытындағы жұмыстар бар. Осындай мәселелерді біз қолға алуымыз керек. Президент жаңа бағдар көрсетті. Еліміз Еуразия құрлығындағы басты аграрлық орталықтың бірін айналады. Бұдан былай экономикаға көбірек пайда келетін дақыл егіліп, суды көп қажет ететін егіс алқабы азаяды. Бір ғана астық түрін өсіру шектеледі. Жер жетеді, су жоқ. Бар болғаны 1,5 миллион гектар жер суғарамыз қазір біз. Ол дегеніңіз барлық Қазақстанның ауыл шаруашылық продукциясының 35%-ын береді. Егер де барлық табысымыз 100% болса, şu 1,5 миллион гектар жерден біз соның 35%-ын алады екенбіз. Ол мәселе қиын болып тұр қазір. Өйткені бізге келетін өзендердің барлығы бас жағын басқа мемлекеттен алады. Ал судың басында кім отырса, сол аруақта хозяин, ие. Соларға біз жалпайып, солардан суды сұрап аламыз. Демек, судың да сұрауы бар. Жеріміз кең болғанымен тіршілік нәрі тым аз. 2040 жылдарға қарай Қазақстанда су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін деген болжам бар. Себебі бізде суды шақтап пайдалану мәдениеті жоқ. Кей өңірде судың 40% ысырап болып жатыр. Оның үстіне су шаруашылығы нысандарының 60% тозған. Президент үкіметке су саясатын жүргізу, трансшекаралық суларды пайдалану мәселесін шешуді 20 жаңа бөген салуды жүктеді. Шындығында бізде осы жазғы жерлердің барлығында су көктемде ғана болады. Ал басқа уақытта жоқтың қасы. Жазда көптеген өзендеріміз тартылып қалады. Міне сол көктемдегі қардың еріген суын уақытылы жинап алсақ, соны келесі жылға дейін қолдануға әбден мүмкіндік бар. Біздің ондай су қоймаларымыз бар. Есіл өзенінің бойында, Тобыл өзенінің бойында, Нұра өзенінің бойларында. Бірақ ескірген көбісі. Орталық Қазақстанның негізгі өзендерінің бойында тағы су қоймаларын салып, сол жерлерде жаңағы өндірісті дамытуға әбден мүмкіндік болады бар бізде. Ғалымның зерттеуінше, Қазақстанда жер бетіндегі ағынды судың көлемі шамамен 101,5 текше шақырым. Жер асты сулары қоры 90-95 текше шақырым. Дәулетбек Жүсіпбеков елімізде ұлттық гидрология қызметі қайта жанданатынын құптап отыр. Совет кезеңінде гидрология саласы ол құрлық бетіндегі суларды зерттейтін сала ретінде жеке жұмыс жасады. Және гидрогеология ол геология саласына кірді. Кеңес үкіметі кезіндегі жүргізген барлау жұмыстарының нәтижесінде салынған карталар бар. Соған сүйенсек, біздің жер асты сулары көптегенде осы біздің оңтүстік, шығыс, батыс жерлерде көп деп есептеледі. Сол суларды қолдануға болады. Қазақстандағы судың барлығы сырттан келеді екен. Іштен келетін су жоқ. Мысалы, дариялар Қырғыздың тауларынан шығады. Ертіс мысалы Қытайдың жерінен шығады. Мысалы Қытайға айтамыз. Мына судың жарысын бізге берулерің керек. Ол халықаралық өзен дейді мысалы. Қытайда беріп жатырмыз ғой дейді. Жарысын беріп жатырмыз дейді. Жоқ, берген жоқ. Ал дәлелің қайсы дейді. Сөйтсек, бізде бірде-бір өлшейтін құрылғы жоқ екен. Сондықтан сенің сөзің өтімдірек болу үшін саған біріншіден мамандар керек. Екіншіден оны істей алатын адамдар, министрліктер керек. Аузы дуалы сөз өтетін адамдар керек.
яғни біздің ұтылып жатқан жеріміздің негізі келіссөз. Келіссөзді біз жүргізе алмайды екенбіз. Қазақстанда кен өндіру өнеркәсібі жақсы дамыған, ұлттық қазынаның бүйірін шығарып отырған осы сала қазір әлемдік нарықта көптеген металл бағасы шарықтап тұр. Қаржыға қызығып өндірісті ұлғайтқанмен, оған наразылық білдірушілер көп. Жұрт экология нашарлап, денсаулыққа зиян келтіріп жатқанын айтып шағымдануда. Осы ретте президент үкіметке ірі өндіріс кәсіпорындарына 5 жыл сайын технологиялық және экологиялық аудит жасауды жүктеді. 2018 жылғы қабылданған тау-кен металлургия саласын басқару бойынша бірқатар жаңа заңды құжаттар қабылданған болатын. Бірақ ол заңдар қазіргі сәтте нақты толық орындалып жатқан жоқ. Еліміздің территориясы табиғи байлықтарға қаншалықты бай болса да, дәл бүгінгі сәтте жаңадан ашылып жатқан ешқандай геологиялық жұмыстардың нәтижесін көрмей отырмыз. Мемлекет басшысы осы орайда нақты тапсырма берді. Геологиялық барлау жұмыстарын жүзеге асыру үшін бірқатар іс-шараларды қолға алу керектігін нақтылап айтқан болатын. Қазір еліміздің 1,5 миллион шаршы шақырым аумағына геологиялық және геофизикалық барлау жасалған. Алдағы 3 жылда ол 2 миллион 200 мыңға жетуі керек. Ол үшін ірі шетел компанияларын елімізге жаңағы инвестицияларын тарту арқылы қол жеткізуімізге болатындығын айтты. Шетелдік ірі компанияларына салық және бірқатар реттелетін құжаттар, келісім кезіндегі құжаттарды жылдамдататын цифрландыру мәселесін алға тартты. Егер осы келісімдерді біз цифрландыру арқылы жүзеге асыратын болсақ, келісім шарттардың ұзақтығын біз 2 есеге арттыруымыз мүмкін. Қазір техника мен технология дамыған заман. Қазақстан жер қойнауы кенішке бай. Жолдауда сирек және жерде сирек кездесетін металл кеніштерін игерудің басты бағытқа айналу керек екендігі де аталды. Неге сирек жер элементі өндіру керек деді? Ол көп элемент елдерде бұл жоқ. Өте дамыған Жапония бар. Ал соны шығару үшін жаңағы айтылған элементтер керек, сирек. Ол біздің жер қойнауында. Қазір естіп жүрген литий дейміз. Қолдағы телефонның барлығында аккумулятор бар ғой. Сол литийден. Егер бұрынғыда қорғасын аккумулятор болса, ол кішкентай телефонға біз 20 кило аккумулятор алып жүрміз керек. Ана 20 кило, мына 20 грамм. Мен осындай тиімділігі. Ол энергияны көп сақтайды, өзі кішкентай. Бірақ неге сирек дейміз, табиғат өте сирек кездеседі. Ғалым Әбділхан Байбатшаның айтуынша экономикамыз геологияға тәуелді. Себебі байлық жер қойнауында. Оны іздейтін, табатын, пайдалануға беретін геологтар. Біздің бюджеттің 75% геология береді. Егер біз осы сирек жер элементтерді игерсек, технология қоссақ, өте тиімді пайдаланатын материалдар жасасақ, бізге ол тиімділік береді. Біздің бюджетті байытады, көбейтеді. Президент өз тапсырма берді ғой. Адамдардың әл-ауқатын арттыру керек, алатын айлығын көбейту керек деп. Сонда біздің айлық та көбейеді. Егер соны игерсек, шетелдіктермен бірге жасасақ, шетелге соны сатсақ, сіздің айлық 800 мың болады. Қазіргіден соны қамтамасыз ететін біздің Қазақстан жер қойнауы. Келесі мәселе, өткен жылы еліміздің жылу электр станцияларында қайта-қайта апат болып, жұрт қақаған аязда жылусыз қалды. Оған инфрақұрылымның ескіруі себеп, сондықтан алдағы 5 жылда кемінде 14 гигаваттық жаңа электр қуаты іске қосылады. Бұл біздегі Екібастұздағы ГРЭС-1, ГРЭС-2 және ГРЭС-3. Биыл білесіздер, Екібастұз ГРЭС-1-дің соңғы 8-ші блогы іске қосылады. Келесі жылдары Екібастұз 2 және қазір Екібастұз 3-дің құрылысы басталып жатыр. Яғни үлкен серпін, үлкен қуаттылық, яғни өзімізге жеткілікті ретінде жетеді деп ойлаймын. Алматылық ғалымдар мен студенттер жолдауды жүзеге асыруға үлес қоспақ ниетте. Бүгінде Сәтпаев университеттің оқытушылары жылу және цифрлық энергетика, электромобильдер бойынша жаңа бағдарламалар әзірлеп жатыр. Қазақстан нарығына электромобильдерге зарядты станцияларды шығару. Зарядтау станциялары баяу зарядталады және тез зарядталады дейді ғой. Соны біз жаңағы баяу зарядталатын станцияларды шығарамыз кафедрамызда. Зарядтық станцияның құны мысалы қазіргі таңда бізде 350 мың теңге. Қытайдан келетін болса, ол 500 мың. Ал енді европалық брендтерден келсе, олар білесіздер, бірталай миллионға дейін кетеді. Мини су электр станциялары қазіргі біздің таңда жасап жатқан ғылыми жобаларымыз. Ауылдық жерлер бізде алыс көп. Ояққа мысалға электроэнергетикасын үлкен әуе желілерін жеткізу, яғни экономиялық тұрғыдан қарағанда көп шығындар алып келеді. Сол себептен біз жаңағы ауылдық тұрғындар болсын, алшақтық жаңағы өнеркәсіп объектілері болсын, біз сояқтағы мысалға
кіші мини гэстарды ұсынамыз. Елде атом энергетикасын дамыту, атом электр станциясын салу үлкен дау тудырды. Енді бұл мәселе халық таңдау арқылы шешіледі. Маңызды мәселелер халықтың үніне құлақ асып барып іске асады. Сондықтан да жалпы халықтық референдум арқылы шешілу керек деген мәселені айтты. Осы менің көкейіме қонды. Мемлекет басшысы отбасы банктың қызметін қайта қарауды тапсырды. Енді облыс орталықтарына ғана емес, аудандарға, моноқалаларға және ауылдарға басты назар аударылады. Бұл бағдарламаның аясында, яғни ауылдық жерлерден несиемен үй сатып алу, немесе үй салуға арналған несие беріледі. Төмен пайызбен, пайыздық мөлшерлемесі 0,01% беріледі. Және де несие сомасы ең үлкені 1,5 айлық есептік көрсеткіш, шамамен 5 миллион 200 мың теңгенің шамасында болады. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында банк 179 жергілікті және аудандық әкімдікпен келісімшарт жасасқан. Сонымен қатар өңірлік және корпоративтік өнім аясында да несиелендіру жүргізіліп жатыр. Атырау қаласының Құлсары ауданындағы, Батыс Қазақстан облысында Бөрлі ауданының, Ұлытау қаласының жастарына арналған Ұлытау жастар бағдарламасы, Теміртау жастар бағдарламасы, Ақсу ауданының тұрғындарына арналған, Екібастұз қаласының тұрғындарына арналған бағдарламаларымыз бүгінгі таңда жүзеге асуда. Сонымен қатар ірі компаниялармен бірігіп, осы аудандық моноқалаларда және ауылдық жерлерде осы жеңілдетілген ипотеканы жүзеге асыру жүргізіліп жатыр. Шалғай ауылдағы азаматтар қалаға келіп табан тоздырмас үшін отбасы банк Қазпоштамен меморандумға қол қойған. Енді депозит ашу, несиеге өтініш қабылдау сияқты банк операциялары ауылдық жерлерде де жүргізіле береді. Егер де біздің азаматымыз 3 жыл 5 жылдың ішінде өзі ақшасын отбасы банкке жинақтайтын болса, 3 жыл 5 жылдан кейін біз жаңағы төмен пайызбен несие бергенде оның төлем қабілеттілігін тексермейміз. Яғни оның ай сайынғы зейнетақысы жүріп отыр деген талап жоқ. Егер де мысалы белгілі бір фермерлерде жұмыс істейтін азаматтар болатын болса, немесе өзін өзі қамтамасыз ететін азаматтар өздерінің ай сайын депозитке ақша салу арқылы өздерінің төлем қабілеттілігін растайды деген сөз. Осындай түсініктемелерді жүргізу арқылы моноқалаларда және дегі ауылдық жерлерде несие алу көлемін арттыруды көздеп отырмыз. Бұдан бұлай Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасының игілігін бүкіл ел көрмек. Осыған дейін 8 аймақта 20 мыңнан астам адам қаржылық сауатын арттырған еді. Сондай-ақ елімізде көлік логистика саласының әлеуеті артып, Қазақстан Еуразия құрлығындағы басты транзит хабы болады. Жаңадан құрылған транспорт министрлігіне сөз қозғадық. Өйткені қазір білесіздер, бүкіл әлемде тұтынушыға уақытында жеткізу деген үлкен бір қиындық туындап жатыр. Алматы қаласы, Қазақстан еліміз, соның ішінде Алматы қаласы үлкен транспорттық хабқа айналуға мүмкіндігі бар. Фракцияның атынан қазіргі уақытта сол жаңадан құрылған транспорт министрлігінің Алматы қаласы бойынша департаментіне осы ұсыныстарымыз жолдайтын боламыз, әрі қарай қадағалайтын боламыз. Келесі міндет Қазақстанды IT мемлекетке айналдыру. Былтыр бұл бағыттағы экспорттан $333 миллион кіріс түскен. Келер жылы көрсеткіш 500 миллион, 2026 жылы $1 миллиард дейін өседі. Елде жасанды интеллектіні дамыту ісі де қолға алынады. Алдағы уақытта әлемде 30 салаға $1 триллион астам инвестиция құйылады деген болжам бар. Жасанды интеллект біздің технологиялық дамуымыздың негізгі қайнар көзі болмақ. Инвестиция құйылса, өндіріс саласы да жасанды интеллект бойынша қарқынды түрде дамиды. Ал бұл деген сөз өндірістің барлығы автоматтандырылады. Ал өндіріс автоматтандырылса, онда тауарлар сапалы болады. Сапа артатын болса, еліміздің жалпы ішкі өнімі де артады. Бұл біздің экономикалық білімнің артуына қатты септігін тигізеді. Білім, мысалы, арту үшін бізге мамандар қажет болады. Білікті мамандарды даярлау үшін мектептен бастау керек. Алматыдағы 178-ші мамандандырылған лицей физика, математика және информатика бағытында тереңдетіп білім береді. Мұнда робот техникасы үйірмесі жұмыс істейді. Оқушылар әр тілде заманауи компьютерлік бағдарламаларды меңгеріп, түрлі жобалар жасайды. Ол компьютерлік болады, ол техникалық болады, ол бағдарлама тілдерін пайдалана отырып, ақылды мектеп, ақылды үй, робот арба секілді
өздерінің жобаларын ұсынады. Осындай арнайы бағдарламаларды жасап отыр. Олардың барлығы балалардың осы жасанды интеллектіні жасауға алғашқы қадамдары деп санауға болады. Қайратбек Шадиевтің айтуынша, жасанды интеллект болу үшін адамның сана сезімін өзгерту керек. Өткен жылы лицейдің 10 оқушысы тың жобалар жасап, авторлық еңбектеріне патент алған. Python бағдарламасы OpenSea кітапханасы арқылы жазылған кодымыз. Мысалы, бұл write деп отыр. Бұл мен оң қолым. Ал сол қолымды көрсетсем, ол left деп отыр. Ал мен сол қолым. Python бағдарламасы арқылы OpenCV кітапханасында өз кодтарымыз жазып дұрыс екенін тексеріп шықтық. Бұл код адамның денесіндегі нүктелерін көрсетеді және биометрикалық деректердің бастамасы. Осы макет арқылы 3D блендерда осы күн жүйесін жасауға тырыстық. Міне былайша қарасақ, 3 аптада осындай жұмыс пайда болды. Өте күшті деп ойлаймын. Міне мұнда бүкіл деталіне дейін күн, ай, жер, Марс, Юпитер фоны. Біз физика және информатика бағыттарын қатыстырып, осы функционалды тақтаны жасадық. Бұл тақта бойынша адамның салмағы орташа алғанда 75 килограмм, оның әр планетадағы салмағын есептеп шығарады. Мысалға, біз Меркурийді таңдасақ, еркін түсу деуі 3,7 ньютон бөлінген килограмм, ал салмағы 277,5 ньютон болады. Біз осы робототехника шеберлік кабинетінде түрлі проекттер жасаймыз. Оның бірі біздің ақылды заманауи қазақ үйіміз. Біз осы қазақ үйге, осы робототехника арқылы неше түрлі жаңашылдықтар қостық. Осы Arduino программасымен, мысалы, ультра датчигі, ол арқылы, мысалы, адамды көріп, есік ашылады. Фоторезистор егер далада қараңға түссе, автоматты түрде свет өшіріліп, өзі қосылады. Елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Жуырда халқымыздың саны 20 миллионға жетеді. Өмір сүру ұзақтығы да ұлғаяды. Адал азамат және тұғырлы тұлға болудың негізі бала кезден қалыптасады. Сондықтан біз жас ұрпақтың қауіпсіз, әрі алаңсыз өмір сүруін қамтамасыз етуге тиіспіз. Жолдауда жүктелген міндеттің бәрі 3 жылда орындалуы тиіс, ал аса күрделі міндеттер үшін нақты мерзім белгіленеді. Бүгінгі бастамалардың бәрі ел игілігі, ертеңгі ұрпақтың жарқын болашақ үшін жасалып отыр. Жол мұратқа жеткізеді. Президент жолдауы дамудың даңғыл жолы.